how are you? I hope you are okay. So, today we are going to continue unit number 5, hot and cold. So, today we are going to work on pages 74, 75 and 76. Сәлем балалар, бүгін біз 5-ші тарауды жалғастырамыз. 74-тен 75-76 беттер бойынша жұмыс жасайтын боламыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ауа райы, яғни оның ішінде неше түрлі табиғи апаттар туралы болады, және де бізде көп жаңа сөздер болады. Окей. Weather. Ауа райы. So you see here the pictures A, B, C, D, E, F. Yeah. So we should translate these words and match with the pictures. Okay. So let's translate the words. Бірінші сөздерді аударып алайық. Flood. Су тасқыны. Picture number D. Yes. Flood. Storm. Дауыл. Storm. Picture number C. Thunder and lightning. Күн күркіреуі және найзағай. Thunder and lightning. Күн күркіреу, найзағай. Picture number A. Avalanche. Көшкін. Яғни таудың басынан қардың түсуі, қар көшкіні. Picture number B. Tornado. Picture number F. Hail. Бұршақ, яғни қардың үлкен көлемде жауы, бұршақ. Және де олар мұз тәріздес болады, өте қатты. Окей. Flood, storm, thunder and lightning, avalanche, tornado, hail. Next. Бұл сөздерді өздеріңіздің сөз кітаптеріңізге жазып алыңыздар, өйткені бұл сөздер сізге керек болады, окей? Next. Match the short dialect to the sum of the words in exercise 16. Exercise 16 бұл осы жаттығу, иә? Яғни бізде мына жерде 4 диалог берілген. Осы 4 диалогты оқып, қай апат түрі екен, осылардың ішінен қай апат түрі екен біліп, сол апатты ағылшынша жазу керекпіз. Окей, бірінші мысал беріліп тұр. What was the light and the noise? What was that light and the noise? Don't worry there. Go back to sleep. It's picture A. Thunder and the lightning. Күннің күркірегенде қорқынышты болады, иә? Сол кезде бұл дыбыс ненікі деп сұрайды. Одан кейін ата-анасы қорықпа, барып ұйықтай бер дейді. Okay, next. We couldn't get out of this house. Why not? There was water everywhere. Біз үйден шыға алмадық деді. Неге шыға алмадыңдар? Өйткені барлық жерде су болды. Яғни су болса бізде қалай су тасқыны. Flood, yeah? Number C, flood. 3. What did you see? I saw a big ball of snow rolling down the mountain. It is B. Number picture B. Avalanche. Таудан қардың түсуі. Вот мына жерден картинкадан көре аласыздар. Flood су тасқыны, үйден шыға алмайды. Ал мына суретте lightning, thunder, күннің күркіреуі, найзағай. And then what happened? A small balls of ice fell from the sky. Яғни үлкен, кішкентай мұзды дөңгелектер аспаннан түсті дейді. Бұл бізде бұршақ, иә? Hail. Okay, thunder and the lightning, flood, avalanche and the hail. So, good. Next. Study spot. Бұл жерде грамматикалық структураны өтуіміз керек бүгін. Модальный глагол, модальды етістік can. Can қазақша қалай айтылады? Жасай аламын. Могу орысша. Я могу плавать орысша. Мен жүзей аламын. Я могу рисовать.
мен сурет сала аламын. Могу, яғни жасай аламын деген мағынаны білдіреді. Мысалы, I can swim very well. Мен өте жақсы жүзе аламын. I can't swim very well. Мен өте жақсы жүзе алмаймын. Яғни бұл негативті, отрицательный, яғни болымсыз сөйлем. I can't swim. Мен жасай алмаймын олай. Мен өте жақсы жүзе алмаймын. Енді сұрағында can you swim very well? Яғни can алдына шығады. Can you swim very well? Сұрақты біз қысқаша жауап береміз. Yes, I can. Oh, no, I can't. Яғни болса yes, I can, жоқ болса no, I can't. Мына суретке қарасаңыздар болады. I can ski. Мен шаңғымен жүре аламын дейді. Екіншісі айтады I can't ski. Мен шаңғымен жүре алмаймын. Өйткені ол құлап жатыр, Үстіндегі суретке қарап сөздерді оқиық, сөйлемдерді. Can you open the window, please? It's hot in here. Не дейді? Сұрақ, яғни сен терезені аша аласың ба? Өте ыстық болып кетті дейді. Келесі. Can I use your phone? Yes, you can. No, you can't. Мен сен телефонды қолдана аламын ба? Can I use your phone? Қолдана аласың, жоқ, қолдана алмайсың. Екі жауап. Next. Осы can модальді етістігіне байланысты бізде бірнеше жаттығулар берілген екен. Соларды жасайық. Exercise number 18. 18-ші жаттығу. Make sentences. Бұл жерде сөйлем жасау керек біз. Сіздерге сөздер араластырып берілген. Бірінші мысал беріп тұр. Қарайық. Can we stay at your house? Our house is full of water after the flood. Бұл не дейді? Can we stay at your house? Біз сіздің үйде қала аламыз ба? Біздің үйіміз суға толы, су тасқынынан кейін дейді. Біз сіздің үйіңізде қала аламыз ба? Number 2. Can you send an email for me, please? Can you send an email for me, please? Сен маған email жібере аласың ба? We haven't got electricity at home after the tornado. Торнадодан кейін біздің үйде свет жоқ дейді, электрика жоқ дейді, Сондықтан да сен маған email жібере аласың ба деп тұр. Okay, next. Number 3. Can you close the windows, please? Сен терезені жаба аласың ба? Can you close the windows, please? I'm afraid of thunder and lightning. Мен найзағай мен күн күркіреуінен қорқамын дейді. Number 4. Can we leave early? Біз ертерек қайтсақ бола ма? Can we leave early? There is a storm coming. Өйткені дауыл тұрайын деп жатыр дейді. Біз сондықтан да ерте қайтсақ бола ма дейді. Окей. Түсінікті деп ойлаймын. Енді келесі жаттығу exercise number 19. Complete then act out. Яғни бұл жерде жоқ деп жауап беру керек біз. Диалогтар, бірнеше диалогтар. Осыдан кейін бұл диалогты көрініс етіп қойсаңыздар болады мектеп класста. Okay, can I go skiing at the weekend, Dad? No, you can't. There was an avalanche in that area this morning. Не дейді? Мен шаңғы теуге барсам бола ма осы аптада соңында? Жоқ, бара алмайсың, өйткені бүгін таңертең қар көшкіні болды сол жақта дейді. Қар көшкіні өте қауіпті. 2. Miss, can I leave early? Yes, you can, but only if the rain stops. Сұранып жатыр, мен ертерек кетсем бола ма, мисс? Ертерек кете аласың, егер де жаңбыр тоқтаса. Number 3. Mom, can I go out tonight? No, you can't. It's snowing. The roads are dangerous. Бүгін кеште далаға шықсам бола ма? Жоқ, болмайды, өйткені қар жауып тұр. Жол жаман. Number 4. Can I stay in the free house? Oh, sorry, not free. Tree house. Can I stay in tree house? Яғни даладағы
Үйде қалсам бола ма дейді, ағаш үйде. No, you can't. There is thunder and lightning outside. Бұл жерде қала алмайсың дейді. Өйткені найзағай болып жатыр. Ал найзағай болғанда ағаштан жасалған заттардың барлығы өртеніп кету қаупі бар, иә? Сондықтан да қала алмайсың дейді. Окей, түсінікті деп ойлаймын. Exercise number 20. A fire drill. A fire drill ол қалай аударылады? Өртке қарсы жаттығу. Мектепте бізде болады, иә? Fire drill. Өртке қарсы тренировка жасаймыз. Қалай жүру керек, қайда бару керек? Бұл жерде сіздерге қандай іс-әрекет жасау керек, мұғалімдер мен оқушылар соны жазыңдар дейді. Бірінші, the teacher has the children walk to the main door. Бірінші, мұғалім балаларды басты есікке апару керек дейді. Екінші, go to the meeting point. Кездесетін жер болады әр мектепте. Соны үйретеді бізге, иә? Сол жерге бару керек. Үшінші, wait quietly. Басқаларын күтеміз тып-тыныш. Сосын төртінші, walk outside in a line. Одан кейін бір линиямен далаға шығамыз. Бір линиямен далаға шығамыз. Okay, so now welcome to Camping Europe. Volcanoes. Тақырыпша volcanoes, вулкандар. Бұл текстті оқып бізде түсініп алу керекпіз. Және де бізде көп сөздер бар. Бірінші жаңа сөздерді қарайық. Countryside, ауыл, яғни қаланың сыртындағы қалашық деп айтуға болады, ауыл деп айтуға болады. Believe, сену. Campsite, camping. Offer, ұсыну. Walking, жаяу жүру. Fishing, балық аулау. Horse riding, атқа міну. Relax, демалу. Enjoy, ләззат алу. Train ride, пойызбен жүру. Окей, бұлардың барлығы бізге осы сөзде текстта кездеседі. Okay, let's read. We are in the beautiful countryside of Mural, France. Франция, Mural. Everywhere you look. Бұл жерде екі сөздер берілген. Кейбір сөздер таңдау керек біз, кстати. Look, watch. Қайсыны таңдаймыз? Look, қарау. Ал watch, ол да қарау деп аударылады, бірақ та ол телевизор қарау. Everywhere you look, there are volcanoes. More than 80 of them. Бұл жерде 80-ге жуық вулкандары бар дейді. It's a place you have to see to believe. Бұл жерге сену үшін, believe, yeah? Бұл жерге сену үшін сіз келу керексіз. Have to see. Бұл жерге келіп, көріп, содан кейін барып сенесіз дейді. Өйткені 80 вулкан деген ол өте көп вулканның саны, yeah? Our campsite offers everything you need, so you don't have to pack a lot of things. Кемпинг барлығын береді, көп нәрсе алмасаңыз болады дейді. There are lots of fun activities for all the family. You can go walking, go fishing, go horse riding, or just relax and enjoy the beautiful view. One thing you must do when you are here is to take a train ride up to the highest volcano. Puy-de-Dôme. Puy-de-Dôme деген ең жоғарыда орналасқан вулкан. Соған пойызбен барыңыз дейді. You can get a great view of all volcanoes from there. Сол жерге барғанда қалған басқа вулкандарға керемет көрініс ашылады дейді. Керемет көрініс ашылады. Book now for an amazing experience. Book now. Бронировать, бронь жасау, яғни орынды алып қою алдын ала, иә? Төлеп қою, алып қою. Бұл жаққа бару үшін алдын ала бронь жасаңыз дейді. Okay. I think this place is very beautiful. I would like to go there one day. So, бұл текстті жаңа сөздерді өздеріңізге керек болады, жазып алыңыздар. Енді all about volcanoes, тағы да вулкандар туралы айтамыз. Бірақ та бұл жаттығуды сіздермен бірге тыңдайық, иә?
сделаем это вместе. And now let's talk about volcanoes. Did you know that the word volcano comes from the word Vulcan, the Roman god of fire? Yes, that's right. As for the largest active volcano, that's Mauna Loa, and it's in Hawaii. So if you want to see it up close, then you have to visit Hawaii. And when you are in Hawaii, you can visit other volcanoes too. Why? Because most volcanoes are in the Pacific Ocean. There are more than 1,000 volcanoes, but there aren't any volcanoes in the UK. And did you know that the largest volcano in Europe is Mount Etna in Italy? Well, that's all about volcanoes. Now let's turn our attention. So, the largest active volcano is Mauna Loa in Hawaii. Most volcanoes are in Pacific Ocean. There aren't any volcanoes in the UK. Британияда ешқандай вулкан жоқ екен. The largest volcano in Europe is Mount Etna in Italy. Ең үлкен вулкан Европадағы, Италиядағы Этна тауы дейді. So, that's all. We have finished. Осымен бұны жасадық, иә? Ал бұл жаттығу сіздерге ауызша берілген. Talk with your friends and write a small text about the campsite in your country. Ауызша емес, жазбаша берілген. Бірінші ауызша, содан кейін жазбаша. Өзіңіздің елге, яғни өзіңіздің қалаңызда қандай бір осындай күшті табиғи жер бар, табиғатта бар. Мысалы Алматыда Турген водопад, Чернский каньон, Ақтауда жаңағы таулы тасты жерлер, Бекетадан басы, Астанада, Көкшетаудағы Бурабай, сол туралы барлығыңыз жазсаңыз болады. We are in, біз қайдамыз. It's a place our campsite offer. There are lots of fun activities. Book now. Яғни жаңағыдай мынандай текст жазу керексіздер, осы жерге шақыратын. Бұл жерде айтып тұр, барлығын описание беріліп тұр. Осындай бар, қандай керемет осы жерде. Содан кейін астына жазады, енді билет алыңыздар деп. Сол сияқты өзіңіздің елдегі табиғи күшті жерге басқа адамдарды шақырасыздар. Book now for осы сөзді қолданып. Okay, so that's all. Видео ұнаса, лайк басып, каналға жазылып кетіңіздер. Және де thank you, goodbye.